Уәлибек Күлдіргісін айтады де, біз мына қазақ халқы жалғау екенбіз дейді де. 162 адам ғана бар екен, солар жұмыс істейді екен, қалғанымыз жатыр екенбіз дейді. Қазақстандағы 162 миллиардерді айтып отыр. Көрдім. Иә, енді өте керемет қатырып жіберген Уәлибекке разы болып кетесің осыны. Енді менше былай, орыстардың ғана емес, жалпы коммунистік елдердің халқы өте тобырланып кетеді. Халық емес, тобырлық сипаты басым болып кетеді. Мысалы, Қытай халқы да сондай. Ешқашан ақиқат үшін күресе алмайды. Күрессе де жалғастыра алмайды. Мысалы, Украина күресті міне, соңына дейін. Жаңағы Балтық елдер, Латвия, Литва, Эстония бірден күресті. Олар тіпті совет кезінің өзінде орыс басқыншылығына қарсы халықтар болды. Ал енді Шығыс Еуропа. Ол да советтің темір тегеурінің астында болған халық. Ол да күресті. Неге? Ана халықта бір түрлі тәуелсіздікке деген, азаттыққа деген рух бар. Қазір Шығыс Еуропа, мысалы, Еуропаның бір маңызды құрамдас бөлігі болып отыр. Әрине, Германия, Франция сияқты бірден дамыған, Англия сияқты бірден дамыған еуропалық деңгейге жетпесе де, кешегі советтің темір тегеурінен шыққан Польша, Румыния, Чехословакия, мысалы, Югославияның елдері қазір кәдімгідей еуропалық деңгейдегі демократиялық жүйе орнатты. Мысалы, оның бір дәлелі Чехия бастап, Украинаға орысқа қарсы күресте міне мынау артиллериялық қару-жарақтарды жеткізу жұмысын бастады. Демократиялық сайлаулары қалай әділетті болып жатыр, мысалы, Шығыс Еуропа. Менше айналып келгенде екеуі бір-біріне байланысты дүние, жаңағы тауық алдымен болды ма, жұмыртқа алдымен болды ма деген сияқты. Бұл тобырлық құлдық саны алдымен болды ма, жоқ, тобырды құлды жаңа диктатуралық жүйе жасай ма? Екеуінің қарым-қатынасы сол тауық алдымен ба, жұмыртқа алдымен ба келеді негізінен. Ал жалпы мынау орыстардың демократияға қашан ойысу мүмкін деп ойлайсың? Жалпы мына Путиннің зұлым сайлауынан кейін, мысалы, қазір мен Твиттерде көріп шықтым кешеден бері. Еуропа, Америкадағы орыстардың дені депрессияда, түңілісте. Ресейден үміт жоқ, Ресей бітті, Ресей құрды деген түңілісте. Ал жалпы орыстар, Ресей қашан демократиялану мүмкін? Бұл жалпы осы зұлымдықтың батпағына белшесінен батқан, қараңғылықтың батпағына белшесінен батқан Ресейде демократияның сәулесі түсетін күн бола ма, болмай ма? Енді именно Ресейде түседі деп айту қиын, бірақ менің ойымша, менің өзімнің жеке пайымым бойынша, осы соғыс аяқталғаннан кейін Ресейде үлкен өзгеріс болады. Мүмкін бұл паршаланып, ішінде ішкі соғыс болып, сондай болып кетуі мүмкін. Ішкі соғыс болып кетіп, Ресейдің байырғы екі князьдігінен, мынау Москваның маңы менен, анау Петербордың маңындағы екі князьдіктен құралған орыстың әуелгі территориясы қалған күннің өзінде бұларда ішкі соғыс жалғасу тағы мүмкін. Және солай болғанның өзінде бірден демократияланып кетуі қиын. Неге дегенде, жаңа өзің айтып отырсың, бұл бір-бірімен өте тығыз диалектикалық қарым-қатынас. Бірін-бірі сүйрейді, бірін-бірі артқа тартады, осындай байланысты нәрсе. Мысалы, басшы, бір кемеңгер басшы дүниеге келу мүмкін, ал ол кемеңгер басшы дүниеге келіп халықты енді оңап жақсы жолға салып жатқанда, тағы да бір кербақпа бір топтың басшысы оған қастық сайлауы мүмкін. Мысалы, өйткені оны қастық сайлап, оның өлтіріп көзін құртып жібермесе, ол өзі ешқашан билікке келе алмайды. Сондай кезде халық қарсы тұра алса, жаңағы қастық сайлағыш қаскүнем басшының тайдыра алады. Мысалы, Украина осы жолды басып өтті. Мысалы, Украина бірден демократияланған жоқ, олар да үлкен барысты кесті. Осы 30 жылда олар үлкен барысты неғып өтті. Ең алдымен Украина тәуелсіз бола салған кезде, Совет одағы ыдыраған кезде басқа басшы болды. Одан кейін Совет одағы алғаш ыдыраған кезде Украинаның президенті кім болды? Кравчук деген болды. Кравчук деген адам мысалы, мынау Совет одағын ыдырағаннан кейін, мынау Есенгінің құрылатынның алдындағы, мынау Еуропалық Славян одағы деген сияқты одақтарды құрып, мынау түркі ұлттар республикаларда шетке қаққандардың ішінде
сол адамдар болды. Кейін Леон Кучма келді бұның несіне. Бірақ Кравчуктан бастап алғашқы Украина демократиясының қазығы қаланды. Қысқасы, уақытында, өз уақытында президенттердің ауысуы әдетке айлана бастады. Кучманы Назарбаев алдырмақшы болған, Назарбаев өзінің сұхбаттарында айтады. Бір сұхбатында мысалы айтады, өзінің Кучмамен дос болғандығын, онымен жақсарласқандығын, оған билікке кетпей, осы Украина халқының ақсақалы есебінде билікте жалғасып отырып, Украинаны басқара беру туралы өзінің ақыл кеңесін айтады. Бірақ оның ақыл кеңесін, әзірлік ақыл кеңесін, неменесін Кучманың тыңдамағанын айтады да. Кучмадан кейін Ющенко деген болды. Ющенко дегенде демократ болды. Керемет мемлекетті гүлдендіріп, жемқорлықтың, Украинадағы жемқорлықтың тамырына балта жауып кете алмаса да, демократ болды. Ющенкодан кейін Янукович болды. Янукович сайланған кезде, Янукович өте орысшыл болды. Өзі орыс тілінде сөйледі, орыс тілді болды, және орыс тілін Украинада жалпыластырғысы келді, оны мемлекеттік тіл деңгейіне көтергісі келді. Сонымен бірге ол қайтты Украинаның ұлттық қауіпсіздік комитетіне, Украина парламентіне, Украина үкіметіне орысшыл күштерді қаптатып жіберді. Бірақ Украина халқы бұған төзген жоқ. Януковичтің екінші ретке сайлауға түскен кезінде Порошенконың дауысын Виктор Янукович ұрлап өзінің тағын сақтап қалмақшы болды. Сол кезде Украина халқы қайтты, жаппай митингіге шықты, көшеге шықты. Украина халқы митингіге шыққан кезде Бейне Тоқаевтың былтыр Ресейден ОДКБ-ның әскерін алдырып, қазақтарды аттырғаны сияқты, Янукович та сол кезде снайперлері алдырып, Украина белсенділерін аттырды. Көптеген Украина белсенділері алаңда оққа ұшты. Соған қарамай, Украина белсенділері өз майданда, өз партиясында табанды тұрып, ақыры Януковичті тақтан тайдырды. Янукович Ресейге қашуға мәжбүр болды. Осы кезде Украинада қалыптасқан тұрақсыздыққа байланысты Турчинов, Александр Турчинов деген адам уақыттық президент болды. Ол бірнеше күн ғана отырды. Кейін 2014 жылы 7 айда сайлау арқылы Александр Порошенко билікке келді. Александр Порошенко 2014 жылдан 2019 жылға дейін отырды. 2019 жылғы сайлауда Владимир Зеленский президент болып сайланды. Күні бүгінге дейін Владимир Зеленский Украина халқының президенті.